Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздермен бірге үй жағдайында ірімшік дайындайтын боламын. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар. Ал кеттік, бірге дайындайық. Ол үшін бізге сүт керек болады. Үйдің сүті ма, дүкеннің сүті ма, бәрібір. Мен мына жерде 2 литр сүт алып тұрмын. Сіз қалағаныңызша көбірек істегіңіз келсе, 4 литр, 5 литр алуыңызға болады. Енді бұл сүттің астын қатты қойып, қайнауға сәл аз қалған кезде біз оған айранымызды құямыз. Мен мына жерде 200 грамм айран алдым. Егер айраныңыз қатты ашыған болса, 100 грамм құйсаңыз да болады. Енді газдың астын қаттырақ қойып, қайнатып аламыз. Ал міне сүтіміз іріп жатыр. Астын қатты қойып, кішкене былғап қайнатамыз. Енді біз бұның бетін жауып 2 сағатқа қояйық. Міне 2 сағаттан кейін біздің ірімшігіміз қайнап жатыр. 2 сағат қайнатып алдық. Енді бұған мен 200 грамм секер салайын деп тұрмын. Өздеріңіз қатты тәтті жегіңіз келмесе 100-150 грамм салсаңыздар да болады. Мекеме орамалға сызып алайын деп жатырмын. Енді бұл орамалға салынған ірімшігімізді әден суын сырқимыз. Осылай септің астында ыдыс болу керек. Монтаварка де болады. Ыссы болады, абайлап. Ысылай суын сырқымасаңыз бірікпей қалуы мүмкін. Ал енді өстіп суын біраз сырқып алып, енді бұл ірімшігіміздің үстін ауыр нәрсемен бастырып 5 сағатқа қойып қоямыз. Кешке дайындасаңыз таңға дейін қойып қоюыңызға болады. Енді қазір сағат күндізгі 4, кешкі где-то 9-ға менің ірімшігім дайын болады. Енді мына тарелканы осылай қойсам басылады екен. Үстіне ауыр су құйылған банка қоямын. Осылай мен 5 сағатқа қойып аламын. Бүгінгі дегустацияны Жанатбек жасайтын болады. Сәлем достар. Бисмилля. Өте керемет. Үйде жасауға кеңес беремін, және де менің анашымның парақшасына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.